Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге кезекті десерттердің бірі трайфл жасайтын боламыз. Алдымен менің каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны баса кетіңіз. Бізге трайфлға керегі бисквитін жасау үшін қант, сұйық май, какао, сүт, қопсытқыш және ұн, жұмыртқа керек. Алдымен қантымызға жұмыртқаны салып, жақсылап әппақ болып көпіріп көтерілгенше миксерлейтін боламыз. 1-2 минуттай миксерлеңіздер, осындай әппақ болып көпіру керек. Енді осының үстіне сүт құямыз. Тағы да жақсылап араластырамыз. Енді осының үстіне сұйық майымызды құямыз. Сұйық майды қосып, тағы да араластырып, енді ұнымызға қопсытқышты қосып, сұйық массамызға 2 бөлікке бөліп салатын боламыз. Ұнды, какаоны міндетті түрде електен өткізіп дайындап алыңыздар. Мен алдын ала електен өткізіп дайындап алдым. Бисквиттің көтерілуіне әсер етеді. Енді ұнымыздың екінші бөлігін салып, тағы да жақсылап миксерлейміз. Ешқандай түйіршік қалмауы керек. Енді осының үстіне какаомызды саламыз, електен өткен. Тағы да жақсылап араластырамыз. Осы уақытта қызып тұрған 180 градуста пешімізді қыздырып қоюымыз керек. Сіздер қандай формаға құйсаңыздар да өз еркілеріңіз. Менде мұнда форманың диаметрі 26. Қызып тұрған пеште 180 градуста 30-35 минут пісіріп аламыз. Піскендігін ағаш таяқшамен тексеріп алыңыздар. Таяқшамыз құрғақ болып шығуы керек. Бисквитіміз дайын. Енді бетіне құятын шоколадымызды дайындаймыз. Қыздырып алған сливкемізге осылай шоколадымызды салып ерітеміз. Немесе водяной баняда су моншасында ерітіп алсаңыздар да болады. Шоколадымыз дайын. Енді кремін дайындайтын боламыз. Салқын сливкеге қантымызды қосып, қоюланғанша миксерлейтін боламыз. Трайфлдың керекті заттарын бәрін дайындап алғаннан кейін, енді жинақтаймыз. Ең түбіне ұсақталған бисквитімізді саламыз. Және осының үстіне кремді құямыз. Мен кондитерлік мешокқа салып алдым. Сіздер қасықпен сала берсеңіздер де болады. Осы кремнің үстіне турап дайындап алған бананымызды саламыз. Менің каналымда басқа да түрлі тәттілердің рецепттері бар. Каналыма кіріп, өз бағаларыңызды бере кетіңіздер, комментарий қалдырып, лайк баса кетіңіздер. Бананның үстіне бисквитті салатын боламыз. Осы трайфлымызды барлық затын салып болғаннан кейін 2-3 сағатқа холодильникке қою керек. Осы бисквиттің үстіне енді кремді жағып тегістейтін боламыз. Міне мұнда мен тегістедім бетін. Қасықпен, өзіңізге ыңғайлы затпен. Енді бетіне шоколадын құятын боламыз. Трайфлды да өзіңіз қалаған ыдысқа жинасаңыздар болады. Мен мұнда бір адамға бір порцияға жасайтындай қылып трайфлды жасадым. Енді бетіне әдемілік үшін жаңғақты себетін боламын. Менің каналыма өз бағаларыңызды беріп, комментарий қалдыра кетіңіздер. Сіздермен болған мен Жұлдыз. Видеоның соңына дейін бірге болғандарыңызға сіздерге көп-көп рахмет.
Сау болыңыздар.